Сәлеметсіздер ме? Жалпы мен қаншама жыл жұмыс істедім. Сонда жұмыста мен мынаны түсінгеннен кейін өзгердім. Қазір видеоны соңына шейін айтатын боламын. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Жалпы жұмыста, коллективта біреуді жоқ адамның сыртынан талқылайтындар жаман. Мен оған жүйкем жетпейді. Кейде жасы үлкен адамдар болса да мен айтып тастаймын. Соны мен де мүмкін жақпайтын шығармын көп адамға. Яғни ол кісі өз келсін, не болмаса мен ол кісіні түсінемін деген сияқты мен ол кісінің сыртынан жоқ кезде ақтауға тырысам. Немесе үндемей кетем. Осы соңғы уақытта мен үндемей кетуді үйрендім. Яғни бірінші коллективті мен түсінген нәрсем, адам жоқ кезде сыртынан талқылаған ол ең жаман адамдар. Яғни бетіне айта алмайды, бірақ сыртынан неше түрлі айтады да, сені пікіріңді біліп алып, мүмкін оған тіптен басқаша қылып, өзін жақсы қылып, жаңа сенің пікіріңді біліп алғаннан кейін сені жаман қылып жеткізіп беруі мүмкін. Бірінші түсінген нәрсем осы. Одан кейін екінші, жұмыста бәрі сенімен тілеулес, сені бір түсінген адам сияқты болуы мүмкін, бірақ шын мәнінде олар саған тілеулес емес. Наоборот, сенің жасай алмай жатқан нәрсеңе, сен мүмкін бастықтан сөз естіген нәрселеріңе олар іштей қуануы мүмкін. Өйткені олардың әрекетін байқасаң, бір тілеулес сияқты болып тұрады, ал сенде проблема болған кезде олар шоқ болып кетеді ғой. Яғни олар жұмыста ең қауіпті адамдар. Яғни саған олар бетіңе күліп тұрады дағы, ал сыртыңнан неше түрлі айтады. Сонда екі нәрседен аулақ болу керек жұмыста. Біріншісі, өсек айтқан ортада кетіп қалу керек. Екінші, шынайы дос екен деп, шынайы мені түсініп тұр осы кісі деп беріліп, оған бүкіл әңгімеңді айтуға болмайды. Ол, наоборот, сенің бір әлсіз тұстарыңды сөйлегеніңнен байқап қалып, кейін өзіне қару ретінде қолдану мүмкін. Жалпы қазір адам бағасының қалай өзгеріп жатқанын білмейсің. Тіптен үлкен адамдардың өзі бір түрлі болып барады негізі. Көп жағдайда мен байқап жүрмін. Бұрынғының үлкен адамдары қазір жоқ. Енді одан қалай құтылу керек? Мысалы, сондай бір адамды талқылап жатқан кезде өзіңнің ешқандай пікіріңді білдірмеу керексің. Мен өзім соған көзім жетті. Ешқандай пікір айтуға болмайды. Мейлі жақсы, мейлі жаман. Екінші, жаңағындай ортада өзіңнің шын проблемаңды, жасай алмай жүрген затыңды айтуға болмайды. Одан кейін тек қана жақсы жақтарыңды, үйренген нәрселеріңді де көп айта беруге болмайды. Өйткені сені бір тегін солар үшін сен міндетті көмектесуге сияқты болып қаласың. Ал олар сені пайдаланғаннан кейін тағы да лақтырып кетеді, тағы көңілін қағып қояды. Сондықтан тек қана өзіңді, жұмысыңды жаса, өзіңнің жаңағы жетістікке жету жолында жұмысың жаса, дұрыстап жаңағы білген нәрсеңді жұмысқа пайдалан, болды, басқа ештеңе керек жоқ. Артық әңгіме де жоқ. Тіптен саған жұмыста адамдар амандаспаса да амандаспай-ақ қой. Сені көріп тұрып көргісі келмесе де, сенде оның соңынан жүгірудің қажеті жоқ. Бет алды андай қадірсіз адам сияқты болып қаласың. Сондықтан амандаспады ма, келесі жолы сенде оны байқамаған адам сияқты жасай сал. Мысалы, сені құттықтамады ма жетістікке жетіп жатқан моментіңде, сенде оны келесі елдер құттықтап жатқанда құттықтамай-ақ қой. Бұрын мен ойлайтынмын, яғни біреу жетістікке жетіп жатса, ой, маған да жұғысты болсын деп ішімнен тілеймін да, бар тілегімді жазатынмын ғой. Ал қазір ойлаймын, не үшін мен олай істеу керекпін? Ол маған олай істеген жоқ. Яғни ол менсінбей қарады ма, мен де оны елемеген адам сияқты жасай салам. Бітті. Яғни есеп бірде бір. Ол саған амандаспады ма, келесі жолы сен де оны байқамаған адам ұқсай сал, болды. Ал ол өзіне керек кезде саған жүгіріп келіп амандасады. Ұмытып кетеді ана алдында амандаспағанын, саған менсінбей қарағанын, сені қалай бастықтарға жамандап барғанын, мысалы, оның бәрін ұмытып кетеді. Вот сондай кезде ісіңмен оны көрсетіп, оны кері қарай қайтарып жібересің. Сондықтан бұл өмірде жазылмаған заң, айтылмаған ақиқат. Көп адамдар жұмыста өзінің потенциалына сенбейді дағы, жағыну, сыйлық беру, комплименттерді көп айта беру деген сияқты бір қылықтарды жақсы көреді. Енді жұмыста көп адамдар, ер адамдар бастық болады, әйел адамдар да бастық болады. Көбіне көп қазақта айтады ғой, жақсы сөйлесең жылан үніне шығады дейді. Яғни сол бір өзінің потенциалын жасыру мақсатында артығымен мақтап жіберетін адамдар болады. Яғни тілін емізіп жіберді дейді ғой. Қазақта сондай сөз бар, тілін емізіп
мақтап оның өзіне керегін алады деген сияқты. Енді мен ойлаймын, жалпы өзім табиғатымда мен бетал жағыну деген жоқ. Қалай бар, солай айтам. Және де бір нәрсе менде адамға оның кінәсін бетіне басып айтқым келмейді. Бірақ олардың басқа адамдардың сөзіне еріп, маған қырын қарағандары ұнамайды. Егер сіздерде де сондай бір қырын қарап жүрген бастықтарыңыз болатын болса, сіздердің жасап жүрген қандай әрекеттеріңіз бар, маған комментарийға жазып жіберсеңіздер болады. Каналға тіркеп қойыңыздар. Және де менің каналымды қолдап